некесіз туылған бала. Ал енді некесіз туылған валаду зина, ондай екен, мұндай екен деген сахих хадистердің көпшілігі, сахих деп айтып жүрген нәрсенің көпшілігі жоқ хадистер. Тек үлкен бір хадис бар, көңіл бөлетін. Валаду зина шарру салата деген хадис бар. Некесіз туылған бала үш арамның біреуі дейді. Әкесі арам, анасы арам, баласы да арам деген сөз шығады. Ол қайдан келді десеңіз біліп алыңыз. Құран-ы Кәримде аят бар, бауырлар. Вәлә тазиру вазиратан визра ухра, біреудің жүгін екінші адам көтермейді. Барлық осындай мағынада хадистер келеді, әрбір азамат өзінің мойнындағы ісін ғана жауап береді. Осы дүниеде тек қана Аллахтың алдында өзінің басымен көтеретін ісі, ол тек қана өзінің қол-аяғымен жасаған амалы болады, біліп алыңыздар. Ата-анасының күнәсі үшін баласы жауап бермейді. Некесіз туылған бала адал бала, өз жағынан, өзінің қан жағынан. Ол күнәні жасаған ана екі ақымақ Алланың алдында күнәһар, лағнет атылған адамдар. Ол ата-анасы сондай адамдар. Ал бірақ мына баланың ешқандай кінәсі жоқ. Ал хадистің өзіне келсек, сол хадисті ашып көріңіз, маған сенбесеңіз. Арабшасында сол хадистің бүкіл шархында бір-ақ ауыздан жазылады. Біздің ахлі сүнна уәл жамаада айтылатыны, ол хадистің мағынасы, некесіз туылған бала үшеуінің біреуі дегені, егер ол да зинаға кетіп қалса дегені, түсіндіңіз ба? Ол да зинахор болып кетсе, оның күнәсі ата-анасынан да өтіп кетеді деген сөз. Сондықтан некесіз туылған баланы кемсітуге ешкімнің ақысы жоқ, біріншіден. Және сондаймын деп ойлап жүріп өз-өзін киюдің де дұрыс емес. Себебі адам баласы бұл дүниеге өз еркімен келмейді. Білесіздер, өз еркімен келмейді. Мен пәлен семьяда туылуым керек, пәлен ұлт болып, пәлен адамның жанұясында осындай жылы деп ешкім таңдамайды, бауырлар. Бәлки барлығымыз Аллахтың қалауымен өзінің қалаған уақытында, өзінің қалаған ұлтында, өзінің қалаған жанұясында еркек не әйел болып, бойымыз үлкен, кіші болып, қап-қара, сары, көк, ақ, жасыл болып туыламыз. Бұны Алла Құдай өзі береді. Сондықтан Алланың берген нәрсесіне кемсіту, бұл исламда үлкен нәрсе болады. Үлкен нәрсе, яғни қарапайым адамның болмысын, жаратылысын кемсіту болады. Ол Аллахқа қарсы шапқан сөз болады.